Сәлем достар, бүгін мен сіздермен бірге дәмді, үлпілдек, әдемі болып шығатын бауырсақтың рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, еңбегімді бағалап кетуді ұмытпаңыз. Ол үшін бізге ұн, дрож, қант, тұз, сүт, сары май керек болады. Ең алдымен сүтімізге қант, тұзымызды саламыз. Сары майымызды саламыз, жақсылап араластырамыз. Сүтіміз жылы болу керек. Оған дрожжымызды саламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Сүтіміз қол күймейтіндей жылылықта болуы керек. Енді ұнымызға салып, жақсылап қамыр илейміз. Қамырымыз осындай әдемі, қолға жабыспайтындай болып шығады. 10 минут жақсылап илеп аламыз. Кейін жылы жерге көтерілгенге дейін қойып қоямыз. Қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді жақсылап жайып аламыз, жұқа етіп. Жайып алдық. Енді домалақ форманың көмегімен осындаймен әдемілеп кесіп шығамыз. 10 минутқа бетін жауып, қойып қоямыз. Міне 10 минут тұрды, көтерілді біраз. Енді майға салып, орташа отта пісіріп аламыз. Міне бауырсақтарымыз осындай әдемі, дәмді, үлпілдек болып шықты. Дайындап көруге кеңес беремін. Егер видеом ұнаған болса, лайк басып пікір қалдырыңыз. Келесі видеоларды өткізіп алмас үшін тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Сау болыңыз.